Амансыңдар ма, менің кішкентай көрермендерім, ертегіні жақсы көретін менің кішкентай балапандарым, өздеріңмен ертегі әлемінде жүздесіп отырғаныма қуаныштымын. Сәлем балалар, сендермен Алтау телеарнасында қауышып отырғанымызға қуаныштымыз. Достар, көңіл күйлерің қалай? Әжеміз бүгін қандай ертегі оқып береді екен деп экран алдында жиналып отырған боларсыңдар. Иә, дұрыс айтасың. Мен де бүгін қандай ертегі тыңдайды екен деп асығып келдім. Менің ақылды құлыншақтарым бүгін өздеріңе Ақжан Батыр деген әдемі ертегі дайындадым. Әже, біз тыңдауға дайынбыз, тезірек бастайық. Ақылдыларым сол, жайғасып отырып алыңдар, ал ендеше бастайық. Қиялдаймыз, самғаймыз, кең әлемде шарлаймыз. Ертегісі әжемнің тыңдаудан біз талмаймыз. Ақжан Батыр ертеде бір бай өмір сүріпті. Оның малы, әсіресе жылқысы сондай көп екен. 6 үйір жылқысы болыпты. Жаз өтіп, күз таяғанда жылқыларды бағу қиынға түседі. Бір жағынан жылқыларға қасқыр тисе, екінші жағынан жылқыны шетінен білдірмей ұрлайтын белгісіз ұры пайда болады. Бай қыстың таяп қалғанын ойлап, қар түскенде жылқыларды далаға бақтыруға, әрі ұрылардан күзетуге, жылқы бағатын адам іздеуге кіріседі. Сол кездері елге аты шыққан жылқышы, әрі батыр, әрі мерген, мал дегенде жалғыз торы аты бар, Ақжан деген кедей бар екен. Бай ол туралы ести сала Ақжанның үйіне барып, батырға жалынып, 6 үйір жылқымды бағып бер, қыстан аман есен алып шықсаң, 1 үйір жылқыны ақың үшін аласың дейді. Ақжан Батыр қасына 5 кісі беруін сұрайды. Бай қасына өзінің інісін беретінін, қалған 4 жылқышы ауыл адамдары болатынын айтады. Ақжан Батыр осыған келісіп, торы атына мініп, байдың ауылына келеді. Сөйтіп, ол 6 айғыр үйір жылқыны санап түгелдеп, 5 бақташысымен бағымына алады. Жылқышылар 6 айғыр үйір жылқының шөбі қалың, суы мол, қопалы жерге айдап әкеледі. Қопаның ішінен ыңғайлы жерге 6 қанат киіз үй тігеді. Киіз үйде олар тамақ ішеді. Басы артық киім-кешектерін қояды, кезекпен дем алады. Боран күндері паналайды. Күн артынан күн, ай артынан ай өтіп жатады. Жылқылардың жоғалуы сап тыйылады. Күндердің бір күні Ақжан Батыр 6 үйір жылқымен жалғыз өзі қалып, қалған табыншыларды үйге тамақтандыруға жібереді. Кешке қарай 5-еуі келісімен бір биені сойып, етін тайқазанға салып, киіз үйдің ортасына жер ошаққа асады. Біреуі етін пісіріп жеп жайғасып болған соң жылқыға бармақ болады. Бірақ байдың інісі ту биенің етіне тойған соң ұйқысы келіп ауырады да кигізге оранып үйде қалады. Қалған 4-еуі аттарына мініп жылқыға барып, Ақжан Батырды үйге тамаққа жібермек болып жөнеледі. Бұлар барған соң Ақжан Батыр үйге қайтады. Оның торы аты сондай жүйрік болыпты. Жүйріктігі сонша алдынан кеткен қараға жетпей тынбайды екен. Артынан қуған қараға ешбір ізін білдірмейді екен. Ақжан Батыр атын желдіріп келе жатса, 6 қанат киіз үй орнынан 4 сүйем жоғары көтеріліп, астынан оттың сәулесі көрініп тұр екен. Есіктің тұсына таман қарсы жүрсе, үйдің нақ ортасында жалғыз көзді
дәу үйде қалған байдың інісін қолына алып отқа қақтап жеп отырады. Ақжан батыр жалғыз көзді дәудің тап көзінен көздей отырып саржамен атады. Сол кезде дәу 6 қанат киіз үйді көтеріп ала жөнеледі. Ақжан батыр дәудің ізіне түсіп соңынан қуа кетеді. Қанша жер жүргені белгісіз, таң ағармай тұрып дәу бір інге кіреді. Ақжан батыр атын қаңтарып, қолына саржасын ұстап, дәудің соңынан кіреді. Көп жүрмей-ақ қолы жалаңаш дәудің денесіне тиеді. Сүйреп алып шықса, дәу өліп қалған екен. Көңілі көншіген Ақжан батыр құйғытып жолдастарына келеді. Оқиғаны баяндап, киіз үйді қайтадан құрап тігіп береді де жолдастарына: мен елге барып, байға болған оқиғаны айтайын. Бұл дәу 3 ағайынды болуы керек. Қалған 2 тумасы маған келер, сендерге тимес. Жылқыны мұқият бағыңдар, мен барып қайтайын дейді. Жолдастары мақұлдап, қош айтысып, Ақжан батырды шығарып салады. 2 салт аттыға 3 күндік жол екен дейді. Ақжан батыр шыққан күні кешке бір ауылға қонбақ болып бір үйге түседі. Кешке түскен үйіне бір жат адам келіп, Ақжан батырды әңгімеге тартады. Әлгі жат адам кетерінде Ақжаннан кешке қай жерге ұйықтайтынын сұрап, оның қасына жатқысы келетінін айтады. Ақжан батыр оған есіктің алдына ақ жадағайымды айқара жамылып, торы атты беліме байлап жатармын дейді. Ақжан батыр мұның жат адам екенін түсініп, түнде есіктің алдына томар ағаш тастап, оның үстіне ақ жадағайын айқара жауып, атын томарға байлап, өзі есік алдындағы сайға жасырынып, саржасын қолына ұстап бақылап отырады. Түн ортасы ауған соң бір кезде аспаннан бір үлкен қара құс ұшып келіп, ат байлаулы тұрған томарды келе бүреді. Ақжан батыр саржамен атып қалады. Дәу томарды сүйрей жөнеледі. Атына мініп, ізімен Ақжан батыр барса өліп қалған екен. Одан кейін қонған үйімен қоштасып, Ақжан батыр еліне жөнеледі. Келесі күні де жолда қонған үйінде осындай оқиға болып, сонымен 3-ші дәуді де өлтіреді. Ақжан батыр еліне жетіп, байға басынан кешкен барлық оқиғаны және байдың інісін дәудің өлтіргенін айтады. Бай інісінің өлгеніне қайғырғанмен, малының аман қалғанына қуанып, елін жиып, той жасап, ат шаптырады. Ақжан батыр да кері оралып, жылқыларға барып, жолдастарымен байдың жылқыларын айдап әкеліп, байға тапсырады. Бай жылқыларын аман алып қалғаны және дәулерді өлтіргені үшін Ақжан батырға келісім бойынша бір үйір жылқыны береді. Ақжан батыр бір үйір жылқыны үйіне айдап келеді. Бұрын басынан өткен кедейлігі ұмытылып, Ақжан батыр барша мұрат мақсатына жеткен екен. Ал енді балалардың бізге жолдаған суреттерін тамашалайық.
Достар, сендер де салған суреттеріңді бізге жіберуді ұмытпаңдар. Келесі жүздескенше достар. Ертегі кешінде кездескенше менің ақылды кішкентай балапандарым сау болыңдар.